Екінші маған ұнаған үзінді бұл былай айтқанда бұрындық ханның хан болуының соңы деп айтсақ болады. Яғни оның атағының Қасымға өтуі және бұрындықтың елден кетуі, сарайшыққа көшуі. Яғни бұрындық хан кетпей тұрып тіпті өзінің еліне, өзінің ауылын, өзінің елін шауып кетеді. Осыны осы хикаяны естісімен қасына бір топ батырларын ертіп, Қасым бұрындық хан ордасына аттанды. Хан бұлардың келетін күні бұрын естігендей ауыл сыртында қарсы алды. Астында атышулы, сүліктей жараған, жал құйрығы жерге төгілген, мұндайда жауға мінер қара айғыры үстінде оба тастай боп дүңкиіп өзі отыр. Арт жағында оба тасының жанындағы балалардай 4 баласы. Бөрінің де мінгені осы қара айғырдың тұқымы. Кілең тоқпақ жал, нардай дүлдүлдер. Үстерінде кеуде тұсы тұтасқан қалқан темір, келте сауыт, жеңдері мен шалбарлар ғана шынжырдан тоқыған. Бәрінің қолдарында шойын шоқпар, ер басына іле салған темір табанды қайың сойыл. Жақындап келе жатқан батырларды олар сол түнерген қалыптарында мызғымай күтіп тұр. Жайшылықта түсі суық, долы бұрындық ашуланғанда қаһары бетіне жан қаратпайтын аяздай тіпті ызбарлана қалатын. Бұл жолы да бет әлпеті осындай еді. Екі бетінің түгі шығып, қара күреңденіп, ісініп, көзі қанталып кеткен. Бұрындықтың осынау ызбарлы сұсы жеңді ме, батырлар тақа таямай сойыл жетпес жерге келіп тоқтады. Ассалаумағалейкум, бұрындық хан, деді олар жамыраса амандасып. Балалары алейкум ассалам деп еріндерін жыбырлатты. Бұрындық сәлемді алған жоқ. Бері тая, Қасым, деді ол оң қолына ұстап тұрған шоқпарын сәл оңтайлап. Айтатын құпиям бар. Түр келбеті Қасым таяса қара шойын шоқпарымен салып қалатындай. Егер бұзаубас қара шоқпарды бұрындық секілді алып күш ұрса, адамның несі қалады? Темір балғамен тақтайға шегені соққандай бір жолата жерге кіргізіп жіберері хақ. Ал бұрындықтан мұндай қылықты күтуге болады. Ол ашу үстінде қандай қылмыстан болса да бас тартпайды. Ойындағысы орындалса бітті, өліп кетуге бар. Бұл жағынан бұрындық ашу үстінде өзін өзі шағып өлтіретін бүйі тәрізді, алды-артына қарамайды. Ханның мұндай мінезіне қанық қазақ батырлары аттарын тебініп қап, Қасымды қорғай алға шыға берді. Бұны көрген бұрындық ақырып жіберді. Қайт кейін, кілең қарашы! Хандар арасында қара қазақ тұрмас. Тая бері, Қасым, сөйлесетін сөзім бар. Бұрындықтың даусы тым қаһарлы шықты. Батырлар іркіліп қалды. Қасым оларға кейін шегініңдер, деді. Өзім сөйлесейін. Қасым өзгелерден суырылып шығып бұрындықтың қасына барды. Ананың түрі түтігіп кеткен екен. Екі көзінен қара күреңделген бетін жуа, бармақтай жас тамшылап тұр. Ызаланған бураның көзінен жас шығатынын Қасым бұрын көргені бар. Денесі мұздап кетті. Шіркін, жан деген тәтті ғой. Амалсыз ханның қолындағы қара шоқпарға қарады. Бұрындық бұған көңіл бөлген жоқ. Және көзімнен жас шығып тұрау деп қымсынбады. Сорғалаған жасынды сүртпей, Қасымға алар бүркіттей түксие сестеніп, сәл қарлыққан даусын көтере сөйлеп кетті. Қарамағындағы елің терісі қарап кетсе, хан деген ит қорлық екен. Онымен Әбілқайыр ұрпағына қыздарымды бергелі білдім. Қонысымды жайладым деп, қамсыз жатқан елді шапсам, сынықтан сылтау іздегенім. Айып менен, бірақ айыптымын деп қарашыға бас ер жайым жоқ. Оны жақсы білесің, Қасым. Жазылмас кеселдің емі өлім. Ал менің кеселімнің жазасы өлімнен де ауыр. Бұл жазаны өзіме өзім таңдап алдым. Жазам сол, ертең күйеу бала Мұхаммед Темір сұлтанның қолына Самарқантқа көшемін. Сол сен жеңген жоқсың, мен жеңілген жоқпын. Жұртымды басқара алмаған өз күнәмді өзім осылай жумақпын. Дәшті қыпшақты билеген бұрындық Мұхаммед Темір сұлтанды күшік күйеу етіп, өз ордасына кіргізудің орнына ата жауы Әбілқайырдың ордасына өзі күшік ата боп кірмек. Бұдан артық жаза, бұдан артық өлім бар ма? Сөз осымен бітсін. Ана қабыландарыңды ертіп, енді кейін қайт. Ақыл айтамын деп хан болуға жеткізген сонау ақылды басыңа мына қара шоқпарымды жұмсатып алып жүрме. Бұрындық осылай деді де атының басын бұрып ауылына қарай жүре берді. Қасым оған тоқта демеді. Өйткені мұндай жағдайда бұрындық шешімі бірден-бір дұрыс шешім еді. Халқын басқара алмаса да қайғысын жасыра білді. 2 апта өтпей бүкіл Дешті Қыпшақ әулетіне бұрындық хан Самарқанттағы кіші қызы Жауһар бикенің қолына көшіп кетпек екен деген хабары тағы естілді. Сарайшық деп қателесіп кетіппін, Самарқантқа көшіпті. Біреу ер екен дейді, біреу ез екен дейді. Тегі ешкім бәлендей өкінбеді. Бірақ бұрындық көшерінде тағы бір үлкен жамандық істеді. Қара түнде 100 жігітін жіберіп бір кезде өзі салдырған бұрындық қаласын өзіме де жоқ, бөтенге де қалмасын деп күл-талқан етіп өртетті.
Сөйтіп ол уақытында көше алмай қалды. Ал көшем дегенде халық оны көшірмеді. Қасым сұлтанға енді рубасылары, би, батырлар емес, кеше найза ұстап жауына қарсы шыққан жаман далбағайлы, көн шалбарлы қара қазақ келді. Бірақ бұлардың келісі ел жақсыларының келісінде емес, ашулы келіс еді. Аспанды қап-қара боп жауып алған қара бұлт тәрізді, түрлерінен адам шошынарлық түнеріп кеткен. Қолдарындағы алдаспандарын жай оғындай жарқ-жұрқ ойнатып, Қасым сұлтанға күндей күркіреп тілектерін айтты. Жоғалып кеткен жалғыз көз батыр табылды. Бұрындықтың үйінде екен. Сары ала төбетімен бірге шынжырлап, бір итаяқтан ас береді екен. Аяулы батырымызды қазір босатып бер. Босатып бермейді екенсің, бізге өкпелеме, деді. Халықтың мұндай ашуланған түрін бұрын көрмеген Қасым шошып кетті. Ашынған халықтың өкілі етіп, Қаптағай батырды ертті де, ол көшкелі жатқан Бұрындық ауылына өзі келді. Анау сойылды жұртты көріп тұрсың ба, Бұрындық хан, деді Қасым, ауылды қоршаған қалың жұртты көрсетіп. Көріп тұрмын, талағалы жиналған сабалақ иттер тәрізді. Егер таламасын десең, қазір Орақ батырды босат. Босатпасам ше? Қасым найзалы жұртты көрсетті. Қазір бүкіл ауылыңның күл талқанын шығарады. Әттең деп барып, Бұрындық әлі жығылмаған Қараша үйдің есігін ашты. Ашылған есіктен Қаптағай бүкіл Дешті Қыпшаққа әйгілі Бұрындықтың жолбарыс алар сары ала төбетімен қатар шынжырлаулы отырған бет аузында адам кейпі жоқ кісіні көрді. Орақ екенін танып, Қаптағай ызалана қалды. Беліндегі қанжарына қолының қалай барғанын білмей қалды. Сабырлық, деді қасындағы Қасым, шыдамдық көрсетіп. Әлсіреп қалған Орақты атқа отырғызып жатып, Қаптағай, егер мына жұрт күліңді көкке ұшырмасын десең, қазір көш, деді Бұрындыққа. Сөйтті де өзі бұрылып жүре берді. Бір ай өтпей, осы талас шу маңдағы қазақ руларының басшылары жиналып, Бұрындықтың орнына боз биенің үстіне шомылдырып, ақ кигізге көтеріп, Қасымды хан сайлады.